Менің бір жаман әдетім, болашақта не жазатынымды айтпаймын. Ол айтып алып ертең нашар шығуы мүмкін. Оны неге айтамын мен? Бірақ бір айтатын жер бар. Ол қазір мына әдебиеттанушылар, жазушылардың арасында белгілі болып қалды. Кәдімгі қазақтың даналарының бірі Ыбырай Алтынсарин туралы роман жаздым. Оған арнайы роман жазылмаған. Сол романның бірінші кітабы бітті, талқыланып, жұрттар жақсы пікір айтып жатыр. Енді екіншісі қашан деген сұрақты Қостанайдан да звондайды. Екіншісі жазылып, бір шамамен алғанда 70-80% бітіп қалды. Екіншіден, қазақ балалар әдебиетінің тарихын жазудамын. Енді ол сіздерге қызық емес, мына әдебиетшілер үшін керек. Қазақ балалар әдебиеті тарихы деген Шеген Ахметов деген ағамыз кеңес дәуірінде жазған. 1976 жыл шыққан. Содан бері қазақ балалар әдебиетінің тарихы жазылмаған. 2 том болып ол шықты, бірақ аз тиражбен мен оны соны жөндеп қайта шығарудың қамымен жүрмін. Осы екі мәселені ашық айтарым, ал басқасын айтпай ақ қояйын.